Қайырлы күн достар, бүгін біз ауызашарға жаппасай дайындадым. Сіздерге де кеңес беремін дайындауға. Үйде қандай ет бар, жылқының еті болсын, сиырдың еті болсын, жарай береді. Осылай төрт бұрыштап турап алатын боламыз. Және де бір ғана жуаны алып, осылай ұзыншалап турап аламыз. Және шымшық майымызды құйып, бетіне жуасын салып қызартып аламыз. Және әрі қарай жуамызды толықтай салып, қызарғаннан кейін барып мен етті салдым. Етімізді де салып қызарғанша қуырып алатын боламыз. Осылай қызартып қуырып болғаннан кейін бір сапар кесе су құйдым. Бір жұмыртқа, кішкентай қасықпен бір қасық тұз және де жарты стакан су құйып, қатты қамырлеп аламыз. Және де міндетті түрде қамырды 10 минуттан кейін қайтарып бір илеп қоюды ұмытып кетпейміз. Міндетті түрде. Және осылай біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болғаннан кейін әдемілеп жайып алатын боламыз. Қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Және алдын ала жуылып тұрған бір сәбіз және 3 картошка қостым. Осылай төрт бұрыштап турап алатын боламыз. Және соңынан 3 сарымсақты осылай турап алдым. 20 минуттай жай отта тұрған етіміздің бетіне картошка, сәбіз және сарымсақты осылай араластырып, қызарғанша қуырып алдым. Кішкентай қасықпен бір қасық тұз және жарты қасықтай бұрыш, паприка қосып, тағы да араластырып қуырып алдым. Бетіне міндетті түрде 2 сапар кесе су құйыңыздар. Және қамырымды осылай төрт бұрыштап турап алдым. Және де күйген шымшық майымызды дайындап қоямын да бетіне осылай жағып шықтым. Және картошканың суы қайнай салысымен бірден қамырын саламыз. Міндетті түрде шымшық май жағылған жағы астына қаратылып қамырымызды саламыз. Қамырын салғаннан кейін 10 минуттан кейін төңкеріп қайттан қамырды тағы 10 минутқа қоямыз. Сонда 20 минут бойы қамырымыз пісуі керек. Сол кезде қамырымыз өте жұмсақ болады. Және маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып кетіп, түсінбегендеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.